Үйде бір 5-6 ашкейім бар, оның бір 10-ы сынып қалған. Үйінде 5-6 көзілдірігі бар Қайрат Нұртас мектепте Тәуекел Мүсіліммен бірге оқыған. Бірақ оны бала күнінде ешкім әнші ретінде қабылдамаған. Бұл туралы Экспресска жазды. Алтын көз тәуелсіздік күні Наурыз сияқты мерекелерде сахнадан түспей ән айта берген соң, оның дауысынан жалығып, шаршап кеткенбіз дейді Тәуекел Мүсілім. Кім ойлаған бәрі осылай болатынын? Мақпал Жүнісова мен бұрынғы мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова сыныптас болған. Олардың мектеп қабырғасынан басталған достығы әлі де үзілмеген. Әлеуметтік желіде бірін-бірі туған күнімен құттықтап тұрады. Сондықтан оқушылар, парталастарыңызбен жақсылап араласыңыздар. Ешкім де білмейді, ертең кімнің кім болатынын. Ақбота Керімбекова мен Рүстем Нұржігіт те бір сыныптың ауасын бөліскен. Дегенмен Ақбота бала күнінде қалжың көтере алмайтын ер мінезді қыз болған. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресска жаңалықтары. Уақытта.